Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгінгі тақырыбымды циститке арнағым келеді. Цистит зәр шығарудағы қиналатын құбылыс. Ол кімде болады? Ол барлығымызда, кішкентай қыздарда, ер жігіттерде, үлкен қыз келіншектерде болады. Ол қалай болады? Оның симптомы қандай болады? Зәр цистит кезінде жиі шығады, аз-аздан шығады. Зәр шыққан сайын ол қышытады, денені түршіктіреді, ашытады. Ал қыздарда ол қалай емделінеді? Келіншектерде қалай емделінеді? Кішкентай қыздар болатын болса, циститті қоздыратын ең басты ол бактерия. Егер де жыныстық қатынаста тұрмайтын қыздар болса, циститті байқағаннан суды көп іше беру керек. Суға чай да болады, компот болады, судың барлық түрлерін көп мөлшерде қабылдаған дұрыс болады. Себебі көп мөлшерде ішкен су көбірек зәрге шақырады. Зәр шығарған сайын бактерия сонымен бірге шыға беретін болады. Ал жыныстық қатынаста жүрген келіншектерде ол кішкене қиынырақ болады. Себебі біз мочеполовой система деп бірге айтамыз ғой. Сондықтан ол жерде половой система, жыныстық системада қосылады. Ол екеуінің қабынуы, ол екеуінің инфекциясы. Сол үшін қыз келіншектерге зәрдің анализінен басқа гинекологиялық анализдерді де тапсырған дұрыс болады. Қаншалықты ол жерде суығы бар екен, қандай инфекция бар екен, сонымен бірден қосып емдеген кезде циститті біраз уақытқа жауып тастауға болады. Цистит басталды деген кезде суды көбірек қолданған дұрыс болады. Ал дәрілерден фитолизин деген паста өте жақсы көмектеседі, және кәдімгі фурагиніміз жақсы көмектеседі. Ол туралы толық ақпаратты сіздер төмендегі менің номеріме хабарласып алуларыңызға болады.